Ертеде Мәріп қаласының қазысы бойжеткен қызына жар іздепті. Хабар елден елге тарап, құда түсушілердің саны күннен күнге артса керек. Бірақ неге екенін айттырушылардың ешқайсысына қазының көңілі толмапты. Сөйтіп жүргенде бір күні түс көріпті. Түсінде қызының теңіз есігінде жүрген Мүбәрак деген құл екендігі аян болыпты. Түсті қатарынан бірнеше рет көрген соң, лажсыз құлын ары-бері сынапты. Сенімді, салиқалы екеніне көз жеткізгеннен кейін, қызын ешкімнің қарсылығына қарамастан, құлда болса соған некелеуді ұйғарыпты. Арада бір айдан аса уақыт өтеді. Bir күні қазы қызының қал жағдайын біліп қайтайын деп, жас жұбайлардың үйіне барыпты. Оңаша әңгіме барысында қыз күйеуінің өте жақсы кісі екенін, алайда осы уақытқа дейін қасына әлі жақындамағанын білдіреді. Қазы дереу күйеу баласын шақыртып, істің мәнісін сұрайды. Жігіттің жауабын естігенде, қазының еріксіз көңілі босапты. Қызын нағыз өзі арман еткен жігітке қосқанына көзі жетіп, Аллахқа 1000 мәрте шүкіршілік айтыпты. Атасының сауалына күйеу баласы былай депті: қаланың атақты биі болғандықтан, сізге келіп кетушілердің көп екендігі белгілі. Сыйлықтар мен сый-сияпаттар да әкеліп жатады. Сол сый-сияпаттардан қызыңыз аңдаусызда дәм ауыз тимелі екен деген ой келді. Харам ас жесең, оның әсерінен 40 күн өтпейінше толықтай арылмайсың дегенді хадистерден оқып едім. Сол үшін қымбатты жұбайымды алдымен 40 күн өз маңдай теріммен тапқан адал табыспен асырағанды жөн көрдім. Сонда ғана Аллах тағаланың нәсіп етер ұрпағы ертең иманды, көргенді болар деген үміткен еткен едім, деп жауап берген екен. Кейіннен осы шаңырақта дүниеге келген Абдуллах ибн Мүбәрак өскенде беделді, ғалым әрі әулие кісі болыпты. Bir ескерте кетерлігі, біз бұл жерде ерлі-зайыптылар осылай міндетті түрде 40 күн тазару керек деген ой айтудан аулақпыз. Өйткені бұл шариғат белгілеген нәрсе емес, тек бұрынғы тақуа мұсылмандардың қайырлы ұрпақ тәрбиелеу жолындағы барған қадамдары ғана. Бәлкім осы ғибратты әңгімелер біздің де бала тәрбиесіне деген жауапкершілігімізді арттырар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналға жазылып, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.